бармысыз, Әсем ханым? Бармысыз, қалыңыз қалай? Естіліп тұр ма? Иә, күшті естіліп. Сізді көргеніме қуаныштымын, Әсем ханым. Ең бірінші сізге рахмет айтайын дедім. Мынау стримда отырған кісілерге бір айтарым бар. Мен өткен жылы май айында марафон қабылдаған болатын. Бірақ мен Әсем ханымға келетін кезде әбден уже денсаулығым бітіп келген ғой. Сосын мен ұлым айтты жаңағы, енді марафон өтіп көрсейші деп, андай денсаулығым сахарный диабетпен 9 жыл ауырам. Сосын врачқа барған кезде мені онкологқа жіберді. Сүт безінде изменения бар деп. Сосын жүрегім нашарлап кеткен тұғын. Алаңсыз, түнде ұйықтай алмайтын едім. Енді мен сізге айтайын. Аруақтар сол бірінші күні ақ жаңағы бубеннің дауысы естілді ғой. Содан кейін ең бірінші жүрегіме ем жүрді. Жүректегі сущностьті көрсетті. Одан бұрын кім сахарный диабетпен ауырады, мен сіздерге айтқым келеді. Ем жүрген кезде әруақтар келіп, Әсем ханым мен бауырыммен желчный протоктан паразиттерді шығарды. Неше түрін третьим глазым көрсетті. Сосын сахарный диабет болған кезде тобықта, шынтақтан қара дақтар болады, қолтықтың астында солар жаймендеп кетті ғой. Сосын мен докторға бардым. Врачқа барып, сахарымды тексерсе, 2-7 деп айтты. Бір кезде бүкіл поликлиника жүгіре бастады. Нау қалай отыр деп. Сосын жаңағы глюкоза салайық дейді, сахарды глюкоза табылмай қалды, Әсем ханым. Уже помощь понадобилась. Қандай болып еді? Сахар мен 17-мен жүретін адамым ғой, енді нашарлап әбден бітіп келгенбіз ғой сізге келетін кезде. Сөйтіп 2-7-ні көрсетіп тұр, қазір комаға түсіп кетеді деп бәрі жүгіріп, олар жүгірем дегенше 40 минут отты. Сосын скорый келді, әрең 4-ке көтерілді ғой. Енді айтайын деген, сосын әруақтар аппетитті реттейді екен ғой, Әсем ханым. Сахар көтерілген кезде адам тамаққа тоймайсың, сосын 3 сағат сайын жемесем қалтарап кететін едім, оның барлығы кетті. Мен ойлаймын, әруақтар келіп, бауыр өт жолынан, сосын неше түрлі паразиттерді көрсетті, соны алып тастады. Менің денсаулығым жақсарды. Енді бір жыл болды, сосын жан-жағын бәрін әруақтар реттейді екен ғой. Сосын Әсем ханым марафонға қатыстым ғой, екінші күннен бастап иіс сезе бастадым ғой, өзім түсінбей қалдым. Иісті сезбеп едіңіз ғой? Жоқ, бұрын ондай жоқ, түстер көретін едім. Сосын барып, уже жаңағы түсте көрсетеді, уже читка бастала бастады. Третьим глаз, мысалы, любой адамның өзінің табиғаты болады ғой, Әсем ханым. Ол білдіртпейді, айналаға. Соның бәрін мен біліп тұратын болдым ғой. Бұл енді қасиет ашылды деп айтуға болады, Әсем ханым. Иә. Бірінші марафоннан ашылдыңыз ғой сіз. Ез қасиеті бар адамдарды осылай жақсылап тұрып тазалайды аруақтар. Қасиетіңізді уже уақыты келіп тұрса, қабылдау керек болып тұрса, сіздікін ашып тастайды бірінші марафоннан. Сол бірінші марафонға қатыстым, сол екінші күні иіс сезе бастадық. Сосын денсаулығым жақсарды, қазір 1 жыл болды. Сосын жұмыс орнымды өзгерттім, жан-жағымның барлығы трансформация болды. Мені алдап жүргендердің бетін ашып берді ғой әруақтар. Кетті. Дұрыс емес адамдардың барлығы кетті. Енді мен айтатын, марафонға қатысыңыздар, көмек болады, денсаулық жақсарады. Енді неге онкологқа бардым ғой, сосын барсам УЗИ-ға түсірді, щитовидканы түсірді, қолтықтың астын бәрін нету ничего. Әсем ханым, нету ничего. Ісі кетіп қалды ғой, иә? Онкологияға цитология бірдеңке алып беді негізгі. Иә, сол айтқан тұғын, келесін деп, сосын мен айттым, өлім марафон алып алайыншы деп, сөйтіп кіргем ғой енді, марафон алайын, сосын өлсек өлерміз деп. Содан кейін енді жарты жылдан кейін, енді 1 жыл болды марафон алғаны, жарты жылдан кейін тағы тексерді, жақында тағы тексерді. Өздері түсінбей жатыр, бұл қалай дейді. Сосын бізді былай қылды ғой, бір поликлиникадан басқаға ауыстырмай ма? Сол кезде айтады, может, компьютерда бір қателік кетті ма деп, ая молчу. Сөйтіп, қасиет ашылды ғой, енді сол қасиетпен енді өмір сүру керек. Енді жаймен деп үйреніп жатырмын, солай, сахарный диабетін айттым ғой, ата-бабалар келіп, прямо явно келді де, арқамды жатсырып тастады, кроваттан тұра алмадым, сосын бауырдан бастады ғой, сипалай берген кезде көрсетіп жатырмын. Қалай көретін білмеймін, бірақ паразиттерді көрсетті. Содан кейін денсаулығым жақсарды.
енді білмеймін, енді былайша айтады ғой, сахарный диабет неизлечим деп, бірақ көмек болады екен ше, андай тәбетіңді нетеді ше. Мен мысалы қазір күніне 2-ақ рет тамақ жейтін болдым ше, андай түске дейін еш нәрсе ішпеймін, су ішіп жүре беремін, ешқандай да сахар түсіп жатқан жоқ, көтеріліп кетпейді, норма болып тұр. Сол бәрі әруақтардың көмегі ғой, Әсем ханым. Сізге келгеніне мен бақыттымын. Процветание вашему роду. Әруақ, сіздің ата-бабаларыңыздың әруақтарына басымды иемін. Сөйтіп кейбір кезде андай, енді өмір болғаннан кейін неше түрлі ситуация болғанда мен обязательно сізді көремін ғой түсімде ше. Сізді көремін. Сосын жаңа сіз айтып отырсыз ғой, қазір су қой деп, сол судың эффектісін айтайын. Жаңа стримға кірдік, ішіп алдық, сосын жұмысқа бармайын ба, бір кезде жұмыста отырсам, андай өлі суды ішіп алғанмын ғой. Ана денем ше қып-қызыл болып кетті ғой. Bir кезде жұмыстағылар айтады, апай сіз қатты қызарып отырсыз, жанып отырсыз. Скорый шақыртты. Скорый түсінбей жатыр ше, бұл қалай деп ше, сахар мынандай тұр, бұл не тұр деп ше. Содан кейін барып, ана өлі суды ішкеннен кейін, жаңа тексермей ма, жаңа онкологқа барып, еш нәрсе жоқ қой, өртеп жіберген. Сонда ана мен қазір мысалы стримда отырған кісілер, жаңа стримға кіріп, Әсем ханым заряжать етеді, вот это мертвая вода, живая вода. Нет, мертвая, живая вода, ол чисткаларда ғана. Мен чистка алдым, чистка алдым. Чисткадан кейін шығар. А бұл жерде только бір-ақ су заряжать етіледі, енді оның өзі ағзаны тазалайды. Сол үшін айтып отырам, донатты жіберіп отырыңыздар, стақан су қойыңыздар, бесплатно, бесплатит дейді ғой, бос қолға бата жүрмейді дейді. Сол үшін 2000 теңге деген қазір енді ақша емес қой, суға дем салынып үйде отырсыздар, ешқайда бармайсыздар, проездге не тратите, уақыт тоже не тратите. Соны адамдар ұқса екен деймін да. Хейт жазып отырды кешке дейін. Жоқ, сол көмегі бар ғой, сосын жаңа айттым ғой, денсаулығы нашар, мүмкін бір жағынан әруақтарда қысады ғой, сол жаңа по-женски да проблемам бар еді ғой, соны ше бір жарым айда шығарды әруақтар. Сосын шығарған сущностьті көрсетті, сүйкімді екен. Сүйкімді екен ше, андай в кавычках қой. Жаңа нені айтам, сущность в кавычках сүйкімді ғой. Енді анам былайынша адам көрсе шошып кететін еді. Сөйтіп көмек бар енді. Мына қасиетпен енді абырой берсін деп отырмын, алып жүруге. Ол бұрыннан бар болған ғой, бүйтіп ашылып кетті. Конечно. Баяғыдан бар. Аян көретінсіз, сіз? Аян көрем. Қазірде жаңағыдай береді аян ше андай. Сосын жаңа третьим глазым картинкамен келеді. Сосын ол ребус сияқты ғой, өзің шешуің керексің ше. Біз қасиетті енді қабылдап отырмық қой. Енді үйренетін шығарым деп ойлап отырмын ше. Картинкамен келеді. Картинкамен келеді ғой, диагностика істеп жатқанда ана көрсетеді, конструкцияларды нелерді көрсетеді, сам догадайся дегендей отырам, сосын не деп айтты деп. Ең қызығы ше, Әсем ханым, ана жұмысқа баратын кезде автобусқа мінбеймін ба ше, андай эмпат қандай бүйтіп просто көп адам отырады, сосын просто бір адамға қараймын, и жаңа әруақтар ше андай өстеді. Отырған кезде менің демім от болып шыға бастайды ғой. Ше андай, я дышу как огнем. И мен ана адамды автоматически уже ше сканировать етіп отырамын, жаңа ауруларын, жаңа сущностьтарын көремін да андай. Сосын айтамын, сен кетсің ба, кете бер, я тебя трогать не буду. Сиди, где сидишь деп ше андай. Сосын ана балалармен сущности вас слушаются, боятся же? Боятся еще как. Да. Қасиеттің құдіреті, жындар, шайтандар сізден қорқады. Бірақ сіз өзіңіздің полеңізге жинап аласыз да, содан кейін оларды енді ликвидация емес, өзінің несіне, мекеніне жібереміз. Өлтіру деген жоқ. Это очень редко өлтіріп тастайтын нелер болады, жағдайлар. Оларда не ғой негізгі? Живые существа. Сол жаңа кейбіреулердің ауру егелері күшті болады ғой. Солар жаңағыдай қорқып отырады, енді не істейсің сен, мені өлтіресің ба дегендей ше. Бірақ бәрі мен просто қарап сканировать етіп отырамын ғой оны. Жаңағыдай ше андай. Сосын кейбір ана жұмыс істей балалармен, кейбір балаларда сондай агрессивный нелер отырады, жаңа жиын существо. Солар балалар арқылы менен сөйлесіп отырады ғой ше андай. Қарамашы маған, мен қорқып отырмын деп ше андай. Балалармен жұмыс істейміз ғой, сөйтіп байқадым, соңғы кезде сөйтеді, ана ішіндегі сущностьтар адам арқылы менен сөйлесіп отырады. Непроизвольно ше андай. Адамдар сондай енді аға. Сосын жаңа әруақтар келіп, адамдардың несін бәрін, табиғатын бәрін ашып беріп отырады ғой, былай қылып, көріп отырасың ше. Сосын чувствительный болады екенсің, жаңа нені оқысам, сөйтіп жылаймын ше. Сөйтіп
Асем ханым, рахмет. Сахарный, стримда отырған кісілер, у кого сахарный диабет, марафон проходите. Жаймендеп, жана емделесіздер. Ем жүреді. Мен жана, Асем ханым, былай ғой, мен бұрын ауырып жүрген кезде азанда тұрам ғой, мен еңбектеп стенаға дейін барып, стенамен жорғалап включательді ашатын шандай. Ал қазір ше, еш жерін ауырмайды ғой Асем ханым, шандай. Еш жерін ауырмайды. Салтанат ханым. Нешедесіз? Қазір айтам, ну я старая дура, мне 59. Ничего старая, молодая. Мне 59 шандай. Сол денсаулығым жақсарды ғой, денсаулығым жақсарды. Сосын байқадым ана кім мені ренжіткен, бұрын ренжіткен, еңбек ақым жеген кісілердің бәрі шандай. Бір хабар береді әруақтар ше, оларды да оборотқа алып жатыр Асем ханым. Оборотқа болып жатыр. Обязательно ғой, ол обязательно. Оборотқа. Лақтырып кеткендер, ана нелер. Жолдары автоматически жабылады. Жолда жақында бір кісі келді, ну ей 75, ну она меня обидела, сөйтіп ше айтады, мен чувствую, жаңағы нетіп жатыр деп. Енді екеуміз келсейік, әруақтарыңа айтшы, мен бала шағама тиіспесін деп ше. Мен оған кіріспеймін, әруақтар өзі біледі дедім. Мен не деп айта аламын? Қиянат жасаған, енді открыто жасадың ғой дедім ше. Сол айтады. Порча істеген ба? Ну, порча істеген. Ана таныстарымыз ғой. Оңбайды. Порча істеген адамдар оңбайды. Құлақтарыңызға, алтын сырға. Кім дуакештер? Тыңдаңдар. Ұрпақтан кекті алады әруақтар. Сол андай порча істегенде ше, андай үйдің есіктің алдына тастап кеткен ғой, ит аяғы, оның үстінде ақ андай турецкий орамалмен дәу қызыл алманы қойып кеткен ғой. Содан кейін барып папа маған түсімде көрсетті. Шандай, о кезде де бар ғой аян беретін ше, сосын мама у нас с ума сошла, үй быт-шыт болып кетті. Енді сол әйелдің несіне жаймен бала шағасына кірісіп жатыр. Сол кеше жылап келді ғой. Айтшы, мен не істей аламын дедім ше. Мен те әкемді құрттыңдар ғой деп ше, андай. Шешемді андай, видимо, сущность подселили. Асем ханым ше, андай. Маманы мен қарадым ғой, мен маманың сущностін көрдім. Біреу ішінде, біреу о кезде қасиет ашылмай тұрған кезде ше, көрдім. Біреу сыртта жүрді, женского пола ше, андай. Ол обратка не, марафон өткенде обратка сізге отырғызылған жынды өздеріне қайтарады ғой. Қайтарады. Менің көрген маманың ішінде бір джин отырды, сыртында наблюдающий ше, ну, женского пола жүрді ғой. Сосын мен маманы неге апардым ше, андай. Молдаларға ше, ойбай біз шығарамаймыз деді. Ол женский сущность, біз әліміз келмейді деп. Она так и померла, она с ума сошла. Шандай. Сосын қараған кезде мен айттым, енді вроде у меня есть защита, мен қарайын дедім ше, сүйегіне де мен кірдім Асем ханым шандай. Ана ешкім нетпей ақ қойсын деп шандай. Сондай ғой. Сөйтіп ше, енді қайтарады екен ғой, ол әйел келді жылап шандай. Балаларыма тиіспесінші деп. Ну, что у нее 2 сына онкологиямен кетіп қалды, у нее внуки болеют онкологиямен шандай. Хоть қалғандары қалсын ғой деп. А бізді аяған жоқ қой Асем ханым. Бізді аяған жоқ. Кеше айттым ғой, дуакештер онкологиядан көп кетіп жатыр қазір. Кішкене ойланып істеңдер. Дуа істегенде ол энергия, бұл теріс энергия барады. Ана адам всю жизнь жүре бермейді ғой, сенің дуаңмен жүре бермейді. Ол да бір жерге барып емделеді, тазарынады. Сонда аруақтар никогда кешірмейді. Сол істеген нәрсең өзіңе қайтып келеді. Олар ше, Асем ханым, просто рак болып жатқан жоқ, олар двойной рак болып жатыр шандай. Ана бір жерінен шығады, қуғынан шығады, басынан шығады деп шандай. Енді немерелер де ауырып жатыр, үйленбеген шандай. Енді маған не дейсіз деді. Енді аруақтар жұмыс істейді, онда кешірмейді екен. Одан бұрын былайша өмірде де енді жұмысымды ауыстырдым шандай. Егер мен дұрыс болмасам, маған да замечание айтады. Сосын мен я стараюсь мындай түзу жүрмейін шандай, түзу жолмен жүруге. Ал егер мені кешіретін болса, момент кетіп жатыр ғой, обратка ше, момент кетеді. Момент шандай. Аварияға түседі, бүйтеді. Сол, ең бастысы, марафонға қатысқан денсаулықты жақсартады екен ғой. Сөйтіп шандай, көрсетті, шыққан сущность ше, аурудың өзінің сущность болады екен ғой, солай. Аурудың, Тем более, көп аурулар дуадан болады ғой, көп аурулар дуадан болады. Ана блокировка идет энергоцентра, и о жерде энергия циркуляция жоқ болғаннан кейін, сол жерде жын отырады ғой, дуа істегенде жын отырғызылады. Именно сол органға ма, системаға ма, қуат көзіне ма, сол кезде сіздердің энерготок, циркуляция энергии, кундалини нарушается, и содан кейін ауыра бастайсыздар. Ал марафонды өткенде сіздерде энергочистка болады. Осы органдардағы бәр жындар, дуалар кеткенде, ол енді бір жерге бару керек қой. Оны мен жаңа ғана айтып кеттім, оларды не обязательно өлтіруге
Потому что это такие же существа живые. Это мироздание. Бір құдай бәрін жаратқаннан кейін очень агрессивныйлар болады, соларды өлтіреді, бірақ бәрін өлтірмейді. Ол обратка деген сол өзінің иесіне барады. Осыны отырғызып берген жынның иесіне барады да, соның ұрпағымен бәрін құртады. сол ана біздің папаны да сөйтіп жаңағы қайтыс болатын кезде мен де қасында болдым, сол бәрін шығарып жеп қасында отырған кезде мен сол кезде дыбыстарды естідім ғой. Салтанат қазір алып кетемін деп ше, и сағат таңғы 4-ке таман алып кетті. Соның бәрін мен естідім ше. Енді жаңағы сущностьтарды қайтып жіберіп жатыр өзіне ше, жаңағыдай жасамау керек қой. Енді мен де денсаулығымды әбден құртты ғой. Сол мен ойлаймын, жаңағы стресс бар, жанағы бар. Сосын жаңа оң жақтан ұстады ғой. Әсемхан сол екінші марафон алған кезде жаңағы сүйегімнен шығарды ғой. Жаңа мен ше, түнде ұйықтап жатқан кезде прямо белгілі жаңа пяткамнан шығарды. Содан кейін бүйтіп әйтеуір жақсы болып кеттік ше, андай нормально. Ну и сейчас андай қалай цвет лица я красавицей стала. Ой, молодец. И так красавица. Я красавицей стала ше. И самый главный ше, азанда тұрғанда еш жерін ауырмайды ғой. Сосын түзу жүретін болса, ешкімге жамандық жасамай, ниетіңді дұрыстаса, әруақтар сіз жаққа келеді екен. Сосын мына стримда отырған кісілер ертең Әсемхан 13-14-не жаңағы неге барады ғой, по святым местам, сол кезде жаңағы неге ата бабаларыңызға ше, жаңағы бағыштайды, соған қатысыңыздар, әруақтарды көтереді, оның да көмегі бар. Әсемхан, мен қазір сынақтан өтіп жатырмын, енді өтем ғой, онсыз да болмайды. Күш қуат беріп тұрады ше, жаңағыдай. Онсыз болмайды. Қалай трансформация жүріп жатыр өмірімде. Шыдаймын ғой. Қатты қиналған кезде сізді түсімде көрем. Сіз түсімде көрген кезде ана богиня Кали бар емес па? Андай әдемі киініп тұрады ғой. Мен сізді сөйтіп көрем ғой. Андай ше, андай мощный қылып көрем ше, андай. Кейбір кезде андай защита қоюға ұмытып кетемін, мен де пендемін ғой жаңағы. Сол кезде аналар бізге көп жабысады жаңағыдай ше, жәкеңдер. Любит нас. Любит прямо. Сол кезде сізді бір 2-3 рет көрдім, жаңа жоқ алып кетеді, жаңа темный порталға қарай. Тарс түсіп кетеді ғой. Сөйтіп. Сол автобусға мінген кезде кино көріп отырасың. Сосын қызарып кеткеннен кейін ана мертвый воданы ішкеннен кейін не істеді врачтар? Еш нәрсе істей алмады. Уже ана врач айтады, менің давлениемді өлшеңдер деді ғой. Сосын жаңағы келген врач кетпейді, сіздің қасыңызда отыра бергім келеді дейді. Сонда ана мертвый воданы ішкен кезде Әсемхан мен ше қызыл болып, от болып жандым ғой. Шынды, енді ше организмде бір процесс болды деп ойлаймын ше. Утром встала, выпила воду и пошла на работу. Сол жұмыста отырған кезде басталды жаңағыдай 11-ге дейін. Сосын врач та таңғалды ше, бұл қалай 2 мен 7 минут бұл қалай комаға түспей отыр деп ше, андай. Сөйтіп. Сол 20 минут. Давление нормальный болды, иә? Давление нормальный болды. Сахар былай 2-де 7-ге түсіп кетті. Сосын жаңа тәтті беріп, әрең көтерілді ғой. 4-ке әрең көтерілді ше, андай. Бірақ жаңа врач айтады, сіздің қасыңыздан кеткім келмейді. Анау енді ше қызыл болып, ана қаныңды қайнатты анау. Мен маған жаңағыдай сол чисткалар, Әсемханым чистка жасаса, соған кіріп тұрыңыздар. Мен жұмыс орнымды өзгерттім Әсемхан ше, ана жерден сіз кетіңіз деп айтып едім ғой, кетті мен ояқтан. Әруақтар аян берді, түс берді. Ол жерде жұмыс істемейсің деп. Қалай дедім, 8 жыл жұмыс істеп жүрген жермен қалай кетем? Басқа жаққа бардым. Қаланың сыртында, ну ничего, автобустар қатынап тұр ғой. Жұмысқа барам дейінше кино көріп барасың. Жәкелердің киносын көріп барасың. Сондай өзгертеді екен ғой айналаның бәрін. Мен сізге аруақтарға рахмет айтамын. Кендірбай атаның әулие бабамызға басымды иемін. Сізге кездестіріп, мен өлуге қалған кезде мен қазір денсаулығым жақсы. Мен 25 жасар келіншек сияқты жүрмін ғой. Шандай сущностьтарды шығарып тастады Әсемханым. Это на второй день все, вот это началось жаңағыдай ше. Бұл бар ғой, қасиеті бар адамдарда ғана осындай мощный чистка болады. Қасиетіңіз жоқ болса, біртіндеп бәріне жындарыңызды, дуаларыңызды кетіреді. Енді кісілер ойлап қоймасын, 2-ші күннен бастап кино көрем деп. Көретін адам ғана көреді бұны. Сіз көрмесеңіз, ол бәрібір ем жүріп жатыр деген сөз. Сіздің ұлыңыз да өтті ғой, ұлыңыз осындай көріністерді көрді ма? Көрді, ол ше 3 рет андай өтті, 3 рет ажал аузынан қалды ғой. Жаңа бізде перестрелка жұмыстан қайтып жатқан кезде балалар жүгіріп келе жатыр екен дейді, андай атып ше, андай сол перестрелканың ішінен мен аман қалдым дейді ғой ше, андай. Сосын бір бала келіп дейді, атайын деп тұр, мен оны танымаймын. Сол кезде
аруақтар ше басқа баланы алдыма қойып соның көзін ағыз жерді дейді ғой. Сондай ше еще тоқпен жұмыс істейді ғой. Байғұс 2-3 рет тоқ тартты, қалай қалғанын мен білмеймін, сол бәрі аруақтардың көмегімен ғой. Жұмысын істеп жүр ғой, иә. Бір қызды кездестіріп, сонымен махаббат болып жүр әйтеуір. Молодец. Андай кеше неге барып еді ғой, андай не дейтін еді, жаңағы компаниядан өткен тұғын ше, андай не дейтін еді, андай собеседованиедан өтті де, бәрі енді аняқа барған кезде 20 минут кешіктің деп кіргізбепті ше, андай. Мен айттым, енді ешнәрсе емес, басқа жаққа тұрасың ғой деп ше, андай. Сөйтіп ше, андай мама мені кіргізбеді деді ше, андай. Бірақ ол да көреді, ол да көреді, жаңағы жұмысында көп адамдар нетеді ғой, қайтыс болған сояқтандай душалар жүреді дейді. Сол мен барған кезде әруақтарынан да бір щитовой дейді, бәрін сояққа қамап қояды дейді да, мен спокойно жүремін дейді ше. Ол да онда бір 27-сіне толған ғой, эмпат қой ол да. Жаңағыдай ше, сөйтіп қамап қояды, сосын мен неткен қалай жұмыста жүрген кезде мазаламайды дейді. Әйтпесе коридорда былай жүреді дейді да. Соны қамап қояды дейді, бәрін щитовойға әруақтар ше. Сіздің қасиетіңіз берілген ғой, енді баланың жап-жас болса да, оның да қасиеті мықты болып тұр ғой. Я, ол әзір енді молодой ғой, мойындамайды. Енді мен айтайын ба, ол жаңағыдай армияға барған кезде жаңағы бір нәрселер болды да, оған зақым тигізді ғой, жаңа веналарына. Сол мен айттым, енді сен өтесің дедім, марафон өт, сосын барып операцияңа барасың деп. Марафон өтті, сосын операцияға барса жасаған жоқ, Әсемхан. Бәрі нормада дейді. Бұл қалай деп, его затаскали, УЗИға түсірді, неге түсіріп, сосын барып жіберді ғой. Жаңағы ше, нету дейді. А так біз екеуміз сөйтіп кірдік. Мочеполовой системада ма? Иә, дұрыс айтасыз. Андай бүйткен ғой, армияда жүрген кезде ше, андай противогаз кигізіп, анау штангымен 100 рет отырғызып тұрғызған кезде жаңа мочеполовой системада тамырлары үлкейіп кеткен. Варикоцелия, да? Иә, сосын жоқ, операция жасатты, сосын айтты, 2 айдан кейін тағы жасаймыз деді. А біз марафонға кірдік, барған кезде норма деді. Аняқа бардық, мыняқа 3-4 специалистке жіберді ғой. Қазір нормально жүр. Ол енді қарасаңызшы, ол қалай енді? Қалай деп өзім таңғаламын ше, андай. 6 секунд қой, аруақтарға ондай операцияны 6 секунд істеп тастайды ғой. Сол екінші операцияға түсуіміз керек еді ғой. Өйстіп айтты енді, болмаса лазермен нетеміз деп ше, андай, прижигать етеміз деп. Біріншісін жасады, екіншісін сосын 1,5 айдан кейін жасаймыз деп тұр еді. Біз ол жаңа неге кірді? Марафонға кірді. Содан кейін 1,5 айдан кейін барсақ, УЗИға түсірді, жоқ, нормада тұр ғой, нормада жасалмайды деп қайтарды. Ше, андай. Сонда енді айтпесе аяғы ауыратын ше, андай. Жаңа не дейтін еді, тамырларына енді қанша жүрсем де ауырмайды дейді. Сосын қазіргі балалар соткада отырады ғой, Әсем ханым. Соны не марафонға кірген кезде әкесін тартып орнына қойып кетті. Ана шейный позвоночник ше, андай бәрі түсіп кеткен ғой. Соны айтады, түнде тартты дейді ғой. Түнде тартты, уже қазір нормада. Бүкірегені бәрі түзеледі ғой. Я, бүкірейіп жүретін, айтатын, не, түзу жүр деп, сол марафонға кірген кезде дейді, андай басынан ұстап, тартты дейді, одан түнде ұйықтаған кезде тартты дейді, и қазір тіптік оқтау жұтқандай болып жүр ғой. Оқтау жұтқандай. Сосын оғанда ше, Әсемхан андай нелер жабысады, оғанда апта сайын шығарып отырамын ғой, сущностьтарды ше, андай. Екеуміз любит нас сущности. Да, у нас энергия, у кого эти қасиет бар. Иә. Сондай ғой, сөйтіп сол енді андай бүйтіп баратқан кезде ше, жаңа автобуста ғой, енді 1 сағат кетеді, жұмысқа кетемін дегенше, сол айтайын деген бүйтіп просто адамға қараған кезде жаңағыдай огнем дышу. Вот огонь прям ше, потом проходит. Это энергия, да? Да. Это энергия. Сөйтіп, Әсем ханым, рахмет сізге. Жұмысқа енді кіріп отырып қой, чисткаға кірем ғой. У меня намерение. Онлайн чистка істейін деп отырмын. Осы көп жазылып жатқан ханымдар мен мырзалар, осындай мертвая, живая водаға кірем десеңіздер, кешкі сағат 8-де онлайн чисткаға кірсеңіздер болады. Ол көмек болады. Мен міне живой свидетель, көрдіңіз ба, жаңа мертвая вода, онкологияға жіберген әйелді уже жоқ қылып тұр ғой, уже жоқ. Это за один. Қарасаңызшы енді. Я не знаю, как объяснить, Әсем ханым, как объяснить? Но работает. Сол стримда отырған кісілер, кіріңіздер, живая, мертвая вода, нетіңіз, көмегі бар, денсаулықтарыңыз жақсар. Ал денсаулық болса, қалғанын бәрін істеп алуға болады. Я, Әсем ханым, самое главное здоровье. Здоровье, жол ашу. Жол ашылады ғой енді, тыңдап шыққаннан кейін жолыңыз ашылады. Иә.
сөйтіп сосын жаңағы кеше арманды айтады, собеседованияға сөйтіп өткізбей қойды ғой дейді андай. Мен айтамын, ничего, бір есік жабылса екінші есік ашылады деп андай. Уайымдамай ақ қой дедім, жұмысың бар ғой деп андай талаптанып жатыр ғой. Ну, такой человек встретился. Что ж теперь делать? Да. Все, что не делается, все к лучшему. Я, может, басқа жақ, бұл жер дұрыс болмайтын шығар дедім, басқа жаққа нететін шығар деп андай. Иә. Асем ханым, процветания вашему роду. Вам здоровья, благополучия. Аха, иә. Жаңағыдай, мен жатсам да тұрсам да сұрайтын ғой, всегда хочу быть в поле вашего зрения. Асем ханым. Андай ше, сіздің қасыңызда болғым келеді. Сол, возможность болсын деп жатырмын. Возможность. Спасибо вам. Балам денсаулығын жақсартқан үшін де жаңа рахмет айтады. Қазір біз жаңа ақшамен сыналып отырмыз. Ол да бір не шығар дедім. Ешнәрсе нетпейді. Одан да өтеміз деп андай. Салтанат ханым, сіз бар ғой, қасиетпен жұмыс істемесеңіз, ақша потогын аша алмайсыз. Сізде явный қасиет, сізге емдеу керек, жол ашу керек, адамдармен жұмыс істеу керек қасиет арқылы. Сонда ғана сіз ақшаның астында қаласыз. Былай ғой, мен сынай береді. Пока сіз қасиетті қолданбағанша сынай береді. Сол жаңағы неттім. Қалай ана бүйтіп жұмысқа кірдік, үйінді аламыз дейді, кеше аштан өліп бара жатқаннан кейін бар біз бір-екі адамға көмектестім. Сондай ғой, әдейі сөйтіп тұр ау деймін әруақтар ше. Конечно, иә. Турцияда тұрғанда Турциядан қайтарып алып келді ғой, ана потоктың бәрін, ана карталардың бәрін арестқа қойып, бір тиынсыз қалдым, мне пришлось приехать в Казахстан. Мені солай таким образом вернули, понимаете, әруақтар. Сосын мен кетіп қалғаннан кейін ана землетрясение болды. Бытышты шығып Турцияның. Иә. Әйтпесе мен ақша потогы жабылмаса кемеуші едім. Ол жақта кайф қой, ана моренің жанында жатасыз кешке дейін. Сол мен де сондай қылып тұр ғой, әдейі ше андай. Мына жұмысқа кіріп едік, жаңағы үйінде болады дейді. Уже мына бала после отпуска. Сосын жаңағы сұрап жүргендер көп қой, бір-екі адамға неттім де, әйтеуір нампуын шығарып алдым жаңағыдай. Аталар көрсетіп берді, қалай тазалау керек, нететін ше андай. Енді 100 адам қабылдамасақ та енді өз мұқтажымды жабатындай не қыламын ғой, қараймын ғой, сөйтіп ше андай. Сосын ше байқаған ана чисткаға істеп едім, одан кейін чисткадан шыққаннан кейін өзім тазалаймын, и приток энергии. Иә. Аха, мысалы ана танысым звондады, сөйтіп келесің ба деді, мен уже баратқаннан бастап әруақтар бәрі мына жер мынандай деп айтып береді. Мен ояққа жалғыз емес, өзімнің родовойым бар, артында әруақтар бар, сөйтіп ше андай чистка жасағаннан кейін енді білмеймін, шаршамаймын ондай. Шаршамаймын. Сосын ұйықтаған кезде мертвым сном өліп ұйықтайсың, сөйтеді. Ана қуанып тұратын сияқты ана адамдарға көмектескенге ше андай. Сөйтіп әдейі нолғып тастап тұр ғой. Қарасайшы қыз ау деп тұр ау деп. Көмектессейші қыз ау дегендей. Сөйтіп сол сынақ қой, өтеміз ғой одан. Асем ханым, сіз бар, өткізетін, демеп жіберетін. Сондай енді. Дар, надо с этим даром жить. Ну, абырой берсін Тәңір деп отырмын ғой. Абырой берсін. Сосын балаларға сабақ беремін ғой ше андай. Олардан да бір энергетика кеп отырады ше андай. Обмен ба, қалай еді андай. Балалар ше андай. Еще домбырадан сабақ беремін ғой мен өзім. Сосын шаршап баратқан кезде, окошкалар болған кезде 2-3 кей ойнасаң, дым болмағандай шыға келеді. Ана домбыраның да бір көмегі болады ау деймін. Ата-бабаларым бағыштайын деп отырамын. Сіздерге бағыштайын деп нетіп отырамын. Ойнап отырасың, и энергия восстанавливается. Балаларда да сущность болады ғой, Асем ханым ше. Я смотрю. Жетеді сущность деген туған бала қазір айтып жатыр ғой. Жаңа туған баланың өзіне 500-дей болады. Ал енді өсе келе қаншама негативный программалар, негатив андай бүйтіп жинай беретіндер еще больше. Адамдар ойлайды, менде жын жоқ, менде сущность жоқ деп. Жоқ. Жаңағы балалар келеді ғой, бәрінде бар. У всех это дұрыстап тамақтанбайды, Асем ханым. Ана ішетіндер энергетик, жейтіндеріне у всех желчный протоктар қисайған андай. Бәрін біліп отырған ғой. Сосын арасында домбыра ойнаймын сөйтіп андай. Сосын шығарып отырады ау деймін әруақтар. Через звуки. Мне кажется так, потому что я жаңағыдай сөйтіп балалармен жұмыс істеп жатыр. Жаңағыдай арасында жаймен деп қарай бастаймын ғой, жаймен деп. Әуелім өзімді, баламды көтеріп алайын деп жатырмын андай. Аруақ деп не болды, бірнешеден Алла ғой дейді. Сен өзіңнің аруақтарыңа керек жоқ болсаң, Алла сені как будто помнит. Аруақ ол, қорғап, жебеп жүретін. Андай қазір ше Асем ханым ше кеше бір әйел келді ғой, көмек сұрап отыр, бірақ ата-бабалар әлсіреп қалған. Мен айтамын, сіз қой жеті шелпек
таратасың, неге жылына бір рет оқытамыз, сол болады ғой дейді Асем ханым. Вот такое отношение к арвахам, к предкам, шендай. Жылына бір рет оқыту, нет, не надо каждый день поминать деп, шендай. Сондай, потом у них болезни, проблемы и жылап келеді, а на самом деле они забывают свои истоки, правильно я говорю? Забыли? Забыли. Аха, ата баба десе, жаңағыдай деп, ең бірінші ата әруақ қолдасын деп неге айтады? Сол ғой. Ата бабалар нетпейді да, сосын проблема болады. Сондай жағдай. Ең бірінші көмекке келетін қасында жүрген қорғаушы періште мен ата бабалар ғой. Маған да сізді ата бабаларым алып келді ғой, сүйреп өлуге жақындаған тұғыммен жандай. Сөйтіп келіп жатыр. Келеді. Асем ханым, мен мына қасиетті алып жүре аламын ғой, я? Жүре аласыз, конечно. Сіз уже ана стихияларды көресіз, қаншама жын перілердің бәрін, аурудың жындарын көріп жатсыз. Просто так сізге көрсетпейді ғой, қасиет арқылы ғой. Иә. Ана кеп тұрған әруақ бір емес көп, мощный ғой, мощный шандай. Бәрін көрсетіп береді. Жаңа бәрін көріп отырасың. Сосын бір-екі адамдарға айтсаң, олар түсінбейді жандай. Им все бесплатно надо, энергообмен жоқ қой, Асем ханым. Надо платить же, они все бесплатно хотят. Бесплатно хотят они. Сондай ғой сөйтіп. Абырой берсін деп отырмын ғой, абырой берсін алып жүруге. Қасиеттің қандай нелер болады? Қасиеті бар адам енді аян көруі мүмкін. Қасиеті бар адамның сынақтары көп болады, аурулары көп болады, ақша потогы жабылады. Енді қасиетті қазір қабылдау керек болса. Мысалы үшін жас қыздар 20-25 пока баласын туып емізіп болмағанша оларға тиіспейді қасиет. Сіз уже готовый 40-тан аса 30 енді балаңыз туып емізіп жеткізгеннен кейін қасиет қыса бастайды. Еркектерде енді тоже где-то 33-65 жаста қасиеті оянуы мүмкін. Ол әруақтар ше, по-любому айтқанын істетеді екен. По-любому шендай. Қысады, мені сол денсаулықпен қыстау деймін. Қазір енді әдей ақшаны нетіпті, вроде работа бермей жатыр. Енді кеше енді амал жоқ сөйтіп не қылдым ғой. Көбісі жаңағыдай негатив кетеді ғой, Асем ханым, мен айтамын, мне ваш жалко дедім. Неті чоқ, мен сосын намерение істедім әруақтарға, мыналар мені жан жақтан қысып жатыр. Нетті, мен өз-өзімді қорғай алмай жатырмын, енді сіздер мені қорғайсыңдар деп. Намерение істесем, добро бердік. Маған артық сөйлемеңдерші деймін. Қасындағыларға шенде. Иә. Оны обраткысы болады, ол ертең ой байлатқан кезде кірер жер таба алмайсыңдар деп. Сондай жағдай. Здарым жить, здарым жить. Надо привыкнуть. Түс аян береді, дұрыс айтасыз, картинкалармен береді. Жаңағыдай. В основном таң ата шенде. Алдын ала. Әруақтан. Сосын сущностьтар ғой сол. Сущностьтар. Уже андай договорға келгісі келіп тұрады ғой. Никто не хочет умирать, да? Да. Я, сөйтіп, келгісі келіп. Все хотят жить. Аха. Все хотят жить. Солай. Қатысыңыздар. Ертең неде болатын кезде ата бабаларын көтеріңіздер. Асем ханым барады. 13-14, иә? Баратын күнде. 13-14 сентябрь, иә. Иә, сол кезде. Абай облысына барамыз. Аха, чистка рода болады. Сол кезде қатысуларыңызға болады. Ата бабаларыңыздың аруақтарын көтересіздер. Сөйтіп. Сосын по призыву да келеді аруақтар, иә, Асем ханым, иә, қатты қиналған кезде шақырамын, келеді. Өзім ата бабалар емес, былайынша аруақты кісілер шақырсаң келеді екен. Көмек болады. Сондай жағдай. Асем ханым, рахмет сізге. Хочу всегда сізбен байланыста. Поле ваше зрение хочу. Мое родное. Мое родное. Сөйтіп. Сынақ қой. Ничего, өтеміз ғой сынақтан. Сынақтардан өтеміз. Күш қуат беріп тұр. Біздің басымызға тоқ еткізбесе, тарс еткізбесе, біз білмейміз ғой, Асем ханым, иә? Иә. Басымызға тарс еткізеді, атақ жүре береміз. Ничего деп, өтеміз ғой деп сынақтан. Самый главный денсаулығымыз жақсарды, остальное, орыстар айтқандай, остальное все приложится деп. Да. Өлімнен сақтап қалды. Енді неше сахар снизили. Сіз инсулинда отырып едіңіз? Жоқ, инсулинға отырғызам деп атқан тұғын, егер сахарын түспесе деп. Шандай соған жеткізбеді. Айттым ғой, мынандай тобықта, анда ше паразиттерді шығарды. Бір үлкен ата келді де, ана қолмен шандай. Сосын барып, после этого на второй день высыпание болды ғой по всему телу, шандай. Высыпание болды да, и после этого жаңағыдай қарайып тұрады ғой, шынтақтар шандай. Тобық солар ағарды ғой. Ағарды солар шандай, цвет лица улучшился.
сол аппетит дұрысталды. Одан бұрын жаңағы көкірегінде нету ничего. Жаңағыдай. Көкіректегі образование жоқ болып кетті. Жоқ болып кетті. Атап онкологияға беріп тұрған. Онкологияға беріп тұрған тұғын жаңағыдай. Сол енді аруақтарға рахмет, денсаулығымды жақсарды. Енді қолымнан келгенше мен де халыққа көмектесуге тырысамын ғой, по мере возможности. Меня же вытащили, меня не убили, дали жить, енді я тоже в возрасте. Әліме қарай не қыламын ғой. Қазір и так балаларды отырған кезде бәрі жаңа емделіп отырады автоматически. Балалар ше. Кейбір балалардың ішінде агрессивный жиындар болады, олар солар балалар арқылы менімен сөйлесіп отырады жаңағыдай. Углға тығылып қалады да. Жаңағыдай қарама маған. Углға барып тығылып отырады, ана бала шығарамайсың жаңағыдай. Бір мен жұмысымда 2 бала бар сондай. Сосын сол балалар арқылы айтады, мен жанып баратырмын, мен ыстықтап баратырмын деп жаңағыдай, қарамашы маған, өлтірмеші деп жаңағыдай. Ол бала емес, ана не ғой, сущность қой сөйлеп отқан жаңағыдай. Сущность сөйлеп отыр. Сөйтеді, ана контактқа шығады немен жаңағыдай. Жанып баратырмын, терезені ашыңдар деп жаңағыдай. Все равно отырғызып қоямын, отыр деп жаңағыдай. Сондай болып, соңғы кезде сондай болып жатыр. Сондай болу керек па, Әсемхан? Иә, болады, иә. Дұрыс бәрі. Сондай ше. Біз енді қасиетке енді кіріп жатырық қой, енді көш жүре түзеле ма, сондай болар енді. Сосын аталар айтты, қалай тазалау керек екен. Нетеміз ғой. Реттеп алсам, хочу у вас обучение взять, да, Әсемхан? Конечно, да. Никогда не поздно. Никогда не поздно деймін. Мен де мысалы домбырада, мне сейчас скоро 60, я все равно учусь же. Жаңағыдай. Күйлерді ше, вечный ученикпін ғой мен. Білем деп айтпаймын. Мен постоянно жаңағыдай өз-өзімді көтерем. Мұғалім ретінде ше. Иә, дұрыс. Сол ойнаған кезде бәрі елеріп кетеді ғой, Әсемхан жаңағыдай. Елеріп жаңағыдай. Дұқтары көтеріп ше. Бәрі. Сіз бар ғой, 1-2 күйді жазып маған жіберсеңізші, мен нелерге қосып қояйын. Марафонның несіне. Чискаларға қосып қояйын да, өзіміз істейтін. Біз қасиеті бар ханымдар, мырзалар, менің өзім шәкірттерім бар. Чистка істейміз, жерді тазалаймыз, елді тазалаймыз. Сондай адамдар керек, негізі еркектер керек. Еркек мужской энергии не хватает у нас в группе. Сол байқаған, сол домбыра ойнаймын ғой, у меня же бывает же окошки, там есть у меня преподаватель, другие учень, они андай не тухтар көтеріп тұрады. Иә, рухты оятып жібереді тура. Байланысты не, жан мен рухтың байланысы нығая түседі де, адамның, енді біз рухты халық болғанбыз ғой, атам замана қаншама жерді жаулап алған, ол рухты халық болғаннан кейін осындай нәтиже болған. Алтын Орда деп қазір, Золотая Орда, короче, присвоили, да, уже все признают, весь мир признает, что мы были великий народ. Осы рухты көтеру керек. Сол ғой, сол домбыра ойнаған кезде ана басқа кабинеттерде балалар отырады ғой, шандай партаның үстінде жатады ғой, ананы әдейі есікті ашып қоямын да, ойнаған кезде аналар қалай андай оянып кете ма, уже шандай бодрый, күліп, ана мұғалімдер де шандай забывают, что нам 2 месяца зарплату не платили. Все забывают жаңағыдай. Апай, сіз ойнасаңыз мен ұшып кеткім келіп тұрады дейді шандай. Үйге барып жұмыс істеп тастаймын дейді жұмыстан. Сондай ғой. Әдейі ойнаймын мен. Сізге жіберемін ғой. Күшті ана нені запистер. Ну, как будто не я играю. Да, вот эти записи мне нужны. Мен Нұрланға айтып едім, маған бір 30 минуттық күйлер, термелер, без слов, әнсіз, просто күйлер керек та, сол рухты көтеретін. Сол мен шерпе, төкпе, бәрін ойнаймын ғой, сол ойнаған кезде қасындағылардан байқадым. Мысалы, кешке таман мен неге шығам? Жертамда тұрамын, соны сакы бар ғой, соған отырып неткенде жан-жағын бәрі не қып айтады ғой, ойбай дейді жаңағыдай. Қалай деймін? Бір энергия бар сияқты деп шандай, бәрін істеп тұтаймыз деп шандай. Сондай. Жазам ғой, жұмыста жазып береді бізде. Сөйтіп ойнап отырасың, жан-жағына бәрі счастливый шандай ойнаған кезде. И дети, и преподаватели бәрі шандай. Сонда особенно дети нетіп кетеді шандай. Мен білмеймін, әйтеуір бір действиесі бар, соның қалай действовать етеді. Домбыраның өзінің киесі де болады ғой. Жоқ, киесі жұмыс, енді киесі ойнағанда домбыраның өзінің на тонком плане, это как бы идет работа. Қалай істейді деп айтпаңыз, енді әр нәрсенің, әр аспаптың өзінің киесі болады. Иә. Сондай әйтеуір. Оны үстіне сөйтіп, мен ойнамаға, мен білмеймін енді қалай керемет шығады енді. Қағыстардың дыбысы да, сосын саусақтарымен лавировать етем ғой мен шандай, звуктарын ше. Уже опыт есть жандай. Как все не играю я лавирую шандай.
Да, И- енді профессионалсыз ғой сіз. иә профессионалы и эти чувствует ше жаңағыдай. Сосын ата аналар келеді, сосын бүйтіп терезені ашып қоясыз, там же у нас таксисты же стоят ше, все слушают ше андай. Жаңағыдай ше домбыра, сосын мына жақта нелер бар, соны әдейі терезені ашып қояды тыңдау үшін. Иә. Аха, сондай. Жазып сізге жіберем ғой. Күшті енді білмеймін енді. Мен өзімнен білем жаңағыдай ше андай. Сабақтан кейін соны ойнасам, не устаешь, энергия прибавляется. Енді иә, рухты көтереді. Біздің балаларымыз аман болса екен әйтеуір. Балаларды оқытатын мен ойлаймын, балаларымыз аман болса екен. Сол жұмыста отырғанда автоматически солар чистить етіп отырамын ше андай. Қазағым мықты болса екен деп ше. Ешкімге қол жаймаса екен балаларымыз ше андай. Жақсы мамандық иелері болсын деп ше андай рухтарын көтеріп отырамыз. Автоматически, мне кажется, я чищу их. Они мне тоже любовью отвечают, любовью отвечают дети. Солай, Асем ханым, рахмет сізге. Мен денсаулығым жақсарды. Еш нәрсе айта алмаймын. Өлуге жақындап едім ше андай. Жүрегім денсаулығы жақсарды. Сосын ше сіздерге лайк қоям ғой мен ше. Асем ханым, бірден маған андай энергия келеді ғой. Мен айтам ғой, лайк басып, комментарий жазсаңыздар, сіздерге риза болады аруақтар. Осы тығылып, не лайкты баспай, не комментарий жазбай, соншама немене кімнен нетесіздер? Ұяласыздар осы комментарий жазуға, лайк басуға. Міне, Салтанат ханым өзі айтып отыр. YouTube-тың бәрі осы Салтанат ханым комментарий жазады. YouTube-ға тіркеліп қойыңыздар. Осы комментарий жазған сайын жолыңыз ашыла бастайды. Энергия, қуат жинайсыз. Айтса, осы оқпайды ғой адамдар. Қалай нететін білмеймін ше андай. Қамшылайды аруақтар ше. Мен аңды отырам ғой, сіз андай не ше шыққан сайын жазам, лайк қоям, комментарий ше. Момент келеді ғой. Момент ше андай. Энергия приходит, момент сердце любовью наполняется ше андай. Уже андай анау мынауды байқамайсың, сөйтіп жұмысқа барамыз да, сол энергияны балаларға береміз. Балалар счастливы. Мне самый главный дети. Ше жаңағыдай. Ата-аналар да сөйтіп ше андай. Не қылады. Ұрпақтарымызды көтергім келеді, Асем ханым, иә. Күшті маман болсын керек. Ешкімге қол жаймаса керек. Иә. Работы непочатый край ғой. Вообще біздің Қазақстанның несі рухын көтеру үшін это надо пахать и пахать. Салтанат ханым, сіз неге стрим ашпайсыз? Қазір осы жерде отырған адамдардың бәрі сізге подписка жасайды, стрим ашып, домбыра ойнаңыз. Мен домбыра ойнасам, 2 жыл осы стримда отырып адамдарды бесплатно тазалағам, ақысыз тазалағам. Сізге опыт керек, иә? Мысал үшін 1,5 жыл, хотя бы 1 жыл отырып күй ойнасаңыз, сіз өзіңізге подписчик жинайсыз, адамдардың жолы ашылады. Мен сияқылды енді 2 жылдай отырып осы жерде бесплатно отырғам. Мен қаншама. Енді қазір келіп жатқан адамдар, вы немножко опоздали, я раньше чистила бесплатно, заряжала воду бесплатно, қазір мен бесплатно жұмыс істемеймін, потому что я тоже живу в материальном мире, я тоже работаю, это моя основная работа, мен ешқайда жұмыс істемеймін, ана офиста отырмаймын, неге больницада, мен өзім медикпін, больницада жұмыс істемеймін, сол үшін у меня услуги все платные. Энергообмен деген, хотя бы год должна вы бесплатно лечить. Мен сол, у меня получается жаңа задонаты, совсем бесплатно емес, 500 теңгеден енді адамдар төлей алатын шығар, 500 теңгеден, хотя бы. Бесплатно дейді ғой, сіз ана адамды тазарғанда, мысал үшін мен тазартам ғой, если ақысын төлемесе, ол адамның басқа несі құты кетіп қалуы мүмкін, берекесі кетіп қалуы мүмкін, аруақтар алатынын алады. Вы не думайте, что мен отырып сіздерге суға дем салғанда мен төлемей құтылып кетем деп ойламаңыздар. Кімге суға дем салынды, соның өзінің энергетически вы все равно будете отдавать мне. Иә, аруақтар алады сөйтіп. Жаңағыдай ғой сол, домбыра ойнаған кезде енді, не знаю, енді бір керемет бір не болады, жаңағыдай қалай, химия происходит, что ли, жаңағыдай. Менің жаңағы балаларыма, әріптестеріне повезло деймін, повезло вам. Сосын ше, Асем ханым, сіздің арқаңызда ғой, мен ше диагностиканы күшті істеймін, я замечаю, сосын ата-бабаларыма рахмет, маған көмек, одан сайын ше энергия келеді ғой, ше қалай еді андай. Сіз қазір частный жерде істеп жүрсіз ба? Частный жерде істеп жүрмін, иә. Условиялар жоқ па, нетуге қабылдамаңыз, анау деген? Жоқ, мен жаңағыдай әуелімше жоқ, өйтіп айтпайды. Кейбірде ата-аналар келген кезде, мен и так сол отырған жеріме бәрін защита қойып, тазалап қойғанмын ғой, мен үйім кішкентай болып тұр, ауыстырамыз деп ойлап жатырық, кеңдеу үйге. Енді
бәрін Иә, иә, ретке келтіреді ғой әруақтар ше андай. Сосын ата бабалар айтты, енді қазір енді мұқтажыңды жабу үшін сен солардың үйіне барып тазартсаң болады деп ше андай. Сөйтіп айтты. Тазарту жолдарын айтты. Сосын айтайын деген Әсем ханым, сіздің арқаңызда ғой мощный аруақтар келді ғой. Ше андай. Мен мына стримда отырған кісілер Әсем ханым, аруақтарыңызды көтеріңіздер, Әсем ханым неге барады ғой? Ол көмек болады. Кеп тұрған енді. Сосын ше байқап тұрмын, Әсем ханым апта сайын аруақтар қосылып жатыр. Солай болады, иә? Иә. Аруақтар қосылады. Апта сайын. Сосын айтып тұрады, нандай. Мысалы, мынау жаңағы нәпсін тыятын аруақ келді. Ше сөйтіп ше бүйтіп келіп жатыр. Сосын мен ойлаймын, мен ана паразиттардан тазартты ғой ата-бабалар. Я хочу детей сейчас. У всех детей паразиты. Мен самый главный задачам балаларды дұрыстау, дұрыс па? У всех аллергия, у всех желчный протоктар қисайған из-за паразитов. Раз маған сондай аруақ келді, значит, я тоже могу. Деп ойлаймын өзім. Нет, я уверена. Әсем ханым, правильно, да? Да. Паразиты, вот то, что у вас в теле паразиты есть, они снаружи проявляются в виде сущностей. Да. Сондай. Когда сущности уходят, сіздің паразиттеріңіз өздері өліп қалмайды, организмде өлмейді, олар түседі. Түседі. Үлкен дәрет арқылы түседі, әйтеуір, высыпание арқылы. Сөйтіп. Я детей люблю, я не знаю, детей люблю, я. Сол оқушыларын тазалап отырамын ғой. Сондай. Енді жаймен де бастай береміз ғой. Сол сіздің арқаңызда сондай мощный аруақтар кеп тұр. Енді сейчас поделюсь. Жаңағы бүйтіп бір адамға қараған кезде они входят в меня, все пространствоны алып тұрады да и идет читка. Шенде. Кейбіреулеріне айтсам, мындай қолдарын висогына апарып дура дейді, сосын мен, ну ладно, живи деп шенде. Не понимают. Люди не понимают. Иә. Сөйтіп, сол анау нелерінде айтады ғой жаңағы ше ауырып тұрған кезде сіз домбыра тартсақ, жаңағы білмеймін дейді, тәуіріп кетеміз дейді ғой, дәрі де ішпейміз деп. Дұрыс қой енді, анда кейбіреулер қобызбен бұрыннан келе жатыр ғой, Әсем ханым, иә, қобызбен дейді, домбырамен сөйтіп. Отырған кезде домбыра ойнаймын да, ата-бабаларыма, аруақтарыма бағыштаймын деймін, ше андай. И энергетика кетеді. Ол энергетика жалғыз мен емес, қасымдағы балаларды жүрген адам, ана далада тұрған таксисттерге дейін ше андай. Бір нәрсесі болады әйтеуір. Көмектеседі. Жан жағыңыздың бәрін тазалап жүресіз ғой, мен сияқты. Мен барған жерге ана жаққа кел, мына жаққа кел деп аталар шақырады. Бара жатқан жол жөнекей бәрін тазалап шығамын ғой. Жындарым ойлап. Иә, сондай болып тұрған жоқ, болып тұр сондай. Сосын андай қонаққа көп бара бермеймін, мен андай кафе, ресторандарға бармаймын. Жаңағыдай, мне это не надо. Там очень много сущностей кафе, ресторандарда. Сол жұмысқа барам дегенше жаңағы за час едешь и все это видишь. Но самое главное, на работе им помогает. Я же вижу. Шендай. Сондай. Енді жаңа кеп тұрған әруақтар, енді Әсем ханым сіздің арқаңызда ғой. Сол на второй день вот это началось. И вот бір жыл болды ғой, я сөйтіп қосылып жатыр ғой, әруақтар көп ше, артында тұрған шендай. Көп, өте көп. Сондай. Әлде де оқып үйренетінім көп қой. Алла өмір берсін деп отырмын шендай. Сіз сияқты ұстаз болған кезде үйренемін. Андай, халықтың несібесіне. Халқымызды жақсартайық өмірін деп. Әсем ханым, қалай қарайсыз? Дұрыс па айтып отырған? Конечно, дұрыс, иә. Иә, халқымды. Мен де сол халқым қазір қиын жағдайда тұр ғой. Я тоже часть народа. Я все, олар қалай қиналып жатса, мен де солай қиналып жатырмын. Сол қиындықтан шығып үкіметті басқаратын бір дұрыс адам келсе деп тілеп отырмын. Сондай халықтың жағдайын ойлайтын, жақсартатын. Мынау кең байтақ жеріміздің байлығы өзімнің халқыма бұйырса екен, Әсем ханым, дұрыс па? Ну я так хочу, сыртқа кетпеймін, менің қазағым жақсы тұрса екен, өз байлығы өзіне бұйырса екен, дұрыс адам келсе екен, басқаратын, халықтың жағдайын нететін. Ал өзім жаңа балаларға көмектесем, өсіп келе жатқан ұрпаққа. Салтанат ханым, стримға шығыңыз, подписчик жинаңыз, стримға шығып күй ойнаңыз. Сонда сізде енді қазір осы жерде отырған ханымдар мен мырзалар тіркеліп қойыңыздар. Бір-екі күй тыңдағаннан кейін өзіңіздің жеңілдегеніңізді көргеннен кейін ана ақысыз отыра бермей, қол ақысын төлеу керек. Бұл любой энергообмен, любая услуга должна оплачиваться. На тонком плане у вас заберут какой-то құт берекеңізді алып кетуі мүмкін. Сол үшін минимум 500 теңгеден төлейсіздер де осы Салтанат ханымның күйлерін тыңдаңыздар. И репост жасау керек обязательно. Сіз барғанда диагностика пока істемей-ақ осы күй ойнап отырсаңыз, сізге өте не болады енді, практика болады ғой, опыт. Аха. Өзім де байқадым ғой сол
жан жақта тұрған таксистер, у нас там рядом нан пісіретін нелер бар, солардың бәрі мен келе жатқан кезде ше бастарын иіп тұрады ғой ше уже көріп тұр ғой. Аруақтарды көріп тұр ғой уже. Бастарын иісе, это значит, да. Андай не, мынандай жұмыстары ауыр, они по 14 часов работают, жаңағы не деше, нан пісіретін жерде ше андай. И я специально рано прихожу, я открываю, я играю, они окна открывают ше, аналарға ше рухы көтеріледі де, ана жұмыстың ауырлығын білмейді ғой, олар ше андай, білмейді ше андай. Ну я так, ну как могу, так помогаю народу, правильно? Сөйтіп ше андай, жұмыстары ауыр, білмейді сол. Я же через день работаю уже. Через день работаю, они ждут, мен қашан келеді деп ше. Сөйтіп, хоть какая-то помощь народу, хоть какая-то деп жатырмын. Мен аруақтармен бірге ғой. Қазағым нетсе екен, құл болмаса, ана балаларға да айтамын ғой, отырған кезде тіке отырыңдар, сендер ешкімнің құлы емессіңдер деп ше андай, бүкірейіп жүрмеңдер, тік ұстаңдар бастарың деп ше андай. Сөйтіп балаларға сондай тәрбие береміз, бүкіреймендер деп ше, тік отырыңдар, тік жүріңдер деп ше андай. Солай. Сөйтіп сондай ғой жаңағы, мен келуім күтіп отырады олар. Шестым чувством понимаете, что какая-то помощь идет они. Ну, мен әлі айтып атқан жоқпын ғой, мен сондай көмек бере аламын деп. Но они чувствуют, Асем ханым. Чувствуют. Конечно, эмпаты же. Сейчас очень многие дети эмпаты. После 2000-х годов рождаются вот эти кристальные дети. Сол. И мен мұғалім, бекер мұғалім болмаған шығарым деп ойлаймын ше андай. Жаңа балаларға ше андай. Балаларға көмектесу керек. Самый главный ше. Наше будущее же. Наше будущее. Сөйтіп. Алғыс, Салтанат ханым, жолыңыз ашыла берсін, қасиетіңіз үлкейе берсін, күшейе берсін, аруақтарыңыз көбейе берсін, көмекшілеріңіз айтқаныңыз келсін. Не болсын, преданный болсын. Адамдарға көмегіңіз тие берсін. Алғыс сізге шығып осылай айтып бергеніңізге. Кейбір кісілер енді бұндай нәрсеге, тылсым дүниеге сене бермейді. Кейбіреулері айтып жатады, аруақ саған қалай көмектеседі, олар өліп қалған жандар өздеріне көмектесе алмады деп. Аруақтар деген енді біз атам заманнан аруаққа сыйынғанбыз, аруаққа құрмет көрсеткенбіз. Жеті нан, майдың иісін шығару, шырақ жағу, бұл біздің ата бабамыздан қалған дәстүр. Осындай дәстүрді, рәсімдерді сақтап қалу арқылы біз аруақтарға күш қуат береміз. Олардың күш қуаты болу керек, сізге көмектесетіндей. От иесі арқылы, міне от жағып отырмын, я. От иесі арқылы, майдың иісін шығару арқылы сіздер өздеріңіздің ата бабаларыңызға энергия бересіздер. Олар сізге көмектесе алатындай. Әр бейсенбі шелпек істейміз, ақ құямыз, қымыз или сүт міне өстіп қойып қоясыздар. Сол аруақтарыңызды шақырасыздар. Алаш бабадан бастап қандай ата баба шежірен бәрін айтып отырудың несі енді полностью ата баба, өз жұртым, өз ата бабаларым, нағашы жұртым, ата бабаларым деп шақырсаңыздар бәрі келеді. Күш қуат алады. Сосын сізге көмектесетіндей оларда энергия болады. Соны ұмытпаңыздар. Ақшадан қысылып жатсаңыздар, именно ауызбен сөйлеп айту керек. Сол бейсенбі күні шақырдыңыз ғой, осы дастарханды жайып қойып, ауызбен сұрап айту керек. Они читают и мысли ваши, но когда вы проговариваете, когда вы пишете, это действует в 1000 раз быстрее. Ақша сұрайсыз ба? Жоқ, ақша сұрамайды. Ана Асемнің марафонына қатысуға маған қаражат керек, маған осындай жолымды ашып беріңдер, маған осындай нәрсе керек, холодильник алуға маған қаражат керек. Енді ақшаны олар түсінбейді, теңге, долларды, тем более. Сол үшін енді сондай мүмкіндік беріңдер, жолымды ашыңдар деп сұрайсыздар. Сосын марафон өткеннен кейін өздері қасиетіңіз болса, аян мен сізге не береді, знактар, белгі береді. Или сол сеанс өтіп жатқанда өздеріңіз көресіздер. Я дұрыс айтты. Асем ханым, рахмет. Мен сіздіңше, вы мой наставник, Асем ханым. Здоровья вам, процветания вашему роду. Процветания вашему роду. На века, Асем ханым. Алғыс. Рахмет сізге. Сіз арқылы, осы енді 59-ға дейін жүрдім ғой енді адасып. Сіз арқылы қасиет ашылды ғой енді. Халқым соның қайырын көрсін деп отырмын. Дұрыс па? Мен өз басымды ойламаймын, мен халқымды ойлаймын. Халқым қайырын көрсін деп, және қолымыздан келгенше көмек берейік. Қазағым алда болсын, ешкімнің құлы болмасын деп. Асем ханым, это сіздің көмегіңіз, сосын сіздің аруақтарыңыз көмегі ғой. Біз сияқты кісілердің қасиетін ашқан. Рахмет сізге. Рахмет, Асем ханым. Мен тастамаңыз. Мен сіздің артыңыздан еріп жүрем ғой.
Тастамаңыз мені. Мне нужны такие люди. Аха. Біздің елімізге, жерімізге біз керекпіз в данный момент. Енді только через нас будут изменения. Көріп жатсыздар ғой, енді көп нелер болып жатыр. События болып жатыр. Адамдар көріп жатыр. 8 айдан 8-9 ай болып қалды ғой уже немене елімізді тазалап жатқанымызға. Алғыс, Салтанат ханым, жолыңыз ашық болсын. Айтқаныңыз келсін. Тәңір жар болып, әруақ қолдасын бізді, Әсем ханым. Тәңір жар болсын.